Валюта, бағалы металл және қара алтын бағасы құбылып тұрған тұста жиған тергенді қалай сақтаған дұрыс? Шығынға батпау үшін не істеу керек? Бұл сауалға жауапты дәл қазір бізбен сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Достық Талғатұлы іздеп көрді. Кеш жарық Достыққа, сонымен ақшаны қалай сақтаған дұрыс? Кеш жарық Ғани, шетелдік және отандық сарапшылардың айтуынша, ақшаны сақтап қалудың тиімді жолы жоқ, бірақ кейбір заңдылықтар бар. Мәселен, қазір теңгеге шаққанда алтын құны анағұрлым өсті. Сөзіме дәлел ретінде келесі бір кестені ұсынайын. Мәселен, бұл жерде өткен жылғы ақпаннан дәл бүгінге дейінгі алтын бағасы көрсетілген. Былтыр шілденің соңынан бастап тамыз айына дейін бұл бағалы металл құны біраз төмендеді, ал қыркүйекте қайта өсті. Әрі содан бері күрт қымбаттағанын аңғаруға болады. Бұл әрине теңгенің еркін айналымға түсуімен тікелей байланысты. Ал долларға шаққанда бағалы металл керісінше төмендеген. Отандық экономист Мадияр Кенжеболаттың сараптамасы осындай. Доллардың мысалы алтынға шыққандағы құны 1800 бір трой унциясына шыққанда 1800 доллар болған тұғын. Қазір 1000 долларға дейін 80%-дай түсіп кетті. 3-4 жылдың ішіне сөйтіп түсіп кетті. Достық, бұдан біз алтынның да айтарлықтай тұрақты емес екенін аңғардық. Сонда экономикалық құбылыстар кезінде не істеуге болады? Жаңа ғана сұхбат берген сарапшы Мадияр Кенжеболаттың айтуынша, арнайы қоржын жасақтаған адам ұтылмайды. Оған алтын мен бірнеше валюта түрін салуға болады. Назар аударайық. Мысалы, долларды аласыз, евро аласыз, Швейцарияның франкын алуға болады. И төртінші алтынды қосуға болады осы портфельдің ішіне. Мысалы, бір актив құлап қалса, екінші актив оны теңгеріп тұрады, сонда портфеліңіз жақсы жұмыс істеп тұрады. Бұл қоржын қағидатына сүйенсек, ішіндегі активтің бәрі бірдей құлдырап немесе бәрі бір мезетте өсіп кетуі мүмкін емес. Яғни осындай қоржынмен әр адамның жиған тергені экономикалық құбылыстарға қарамастан тұрақты болады. Ғани? Рахмет, естеріңізге сала кетейік. Бізбен сараптамалық орталықтан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Достық Талғатұлы болатын.